Биыл Абай Құнанбаев атындағы Саран жоғарғы гуманитарлық техникалық колледжіне 100 жыл. Білім ошағына әр жылдағы түлектер жиналып, мерекелік датаны атап өтті. Бір ғасырлық тарихы бар оқу ордасы жайлы әріптесіміз Жаннұр Сүндетуллағыз айтып берсін. 100 жылдық тарихы бар колледжердің түлектері бүгін осында. Қара шаңырақтағы жаңашылдықпен танысып, ұстаздарымен қауышты. Олар студенттік шақтағы қызықты естеліктермен де бөлісті. 74 жылы бітіріп, Нұра ауданына жұмысқа барғанымда, сол кезде мені Гарононың бастығы сол кісі тұрып айтты, қай жерден бітіріп келдіңіз деді. Менің қасымда Целиноград болатын о кезде, қазіргі Астана, ол Шарбан деген қыз тұрып еді, оған тұрып айтты. Сіз қайдан? Мен Сараннан деп, мені қолма-қол жұмыс қалды. Вероника Коваленко Абай Құнанбаев атындағы Саран жоғары гуманитарлық техникалық колледжінің студенті. Ол болашақ технолог. Қазір резеңке өндіру технологиясы факультетінде білім алуда. Бұл мамандықты таңдаған себебі өз тұратын қалада өндірістік орындар көптеп ашылуда. Дипломын қолға алғаннан соң бірден жұмысқа орналасуға тиімді екенін айтады. В нашем городе мен өзім осы технолог мамандығын таңдадым. Қазір техникалық бағыттағы мамандықтарға сұраныс көп. Көптеген кәсіпорындар ашылуда. Өз қаламның индустриясын дамытуға үлес қосқым келеді. Бізде тәжірибелі, білікті мамандар сабақ береді. Білім ордасы 1947 жылы құрылған. Содан бері 15 мың астам түлек қанат қаққан. Колледжде қазір 14 мамандық бойынша студенттер білім алады. Бұнда гуманитарлық және техникалық бағыттар қамтылған. По поднятию грамотности населения. Біздің колледж тарихы тереңде, сонау Семей губерниясынан бастау алады. Қаншама түлектер бүгінде елеулі қызметтер атқарып жүр. Білім базасы мықты, мұғалімдер біліктіліктерін жиі арттырып отырады. Мен бұл колледжді таңдаған себебім, мен кішкентай кезімнен ұстаз болғым келді. Бұл колледжді мен әлеуметтік желілерде арқылы танып біліп, ұстаздардың білікті екенін біліп, осы колледжді таңдадым, және де осы колледжді таңдағаныма қуаныштымын. Салтанатты шарада жиналған түлектер өз жылы лебіздерін білдіріп, риясыз алғыстарын жеткізді. Сондай-ақ колледж түлектермен қазіргі студенттер бірігіп, қонақтарға концерт ұсынды. Жаннұр Сүндетуллағызы, Жанбота Рахметуллаұлы, Жайнат Дәуітжанұлы, Назым Думанқызы, Сарыарқа телеарнасы.